Ассалаумағалейкум достар, қазақ елі. Мен YouTube көрермендерім. Бұл жалпы түсірілім тағы да. Мына аяқта жаман жаңалық. В общем, дейтін бір қара балапан өліп қапты. Әне бұрышта жатыр. Бұл сол достар, мен сіздерден сұрайын дедім. Мына не көбісі айтты да, брудер ыссы деді да, брудер ыстық деді да, ана брудер слишком ыстық. Сол себептен балапандарың өлді деді. Мына уже 5-ші балапан өліп жатыр достар. Не істеймін, ё-ма. Вообще білмеймін не істейтінін. Мыналар шет-шетінен прям қырылып, білмеймін не істейтінін, да. Міне уже бір балапан қырылып қапты. Бәрі шет-шетінен қырылып жатыр. Бұлар су ішу білмей ма, или басқа бірдеме ма, білмедім ше. Міне сулары өстіп тұрады. Бұлар су ішу білмей ма. Бірақ пайда білетін сияқты да су ішуді. Ойлап тұрмын, ана ыдыстарына қойып жүрейін ба енді суды деп. Себебі уже бір балапан емес, бірнеше балапан өлді уже. Мына балапанды өстіп кетейін деп тұр ма. В общем, қандай стрёмный дейді ғой, сондай стрёмный балапандар көп болып кетті что-то. Бұларды чиптоник беріп отқам. Содан достар, менде өте жақсы жаңалық. Не деп ойлайсыздар? Бірінші стоп қойып, комментария жазып кетіңіздер. Асықпай жазбаңыздар. Стоп қойып видео. Енді көрсін. Ол бізде күрік тауық. Осындай тауығым күрік болып қалды. Міне қолым шықпайды. Міне жем суын оқ қойдым. Міне күрік осындай. Жұмыртқаны кешеден бері жатыр. Жақсы жаңалық осы. Жалпы. Осының алдында да осы күрік тауық күрік болған. Дейтін. Бірнеше рет уже бір-ақ рет күрік болды осының алдында. И осы бірінші жұмыртқа алып келген. Бірінші рет күрік болды. Бірінші балапандар шығарды. Кстати, қазіргі балапандар міне жүр. Міне дәу уже здоровый болып қалған. Так, сол енді басқа не жаңалық айтсам болады. Қазыналарды, кормушкаларын толтырып қоям. Сіздермен бірге.